Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім. Естеріңізге түсіріп қояйын. Көп жоқ болып кеткен себептерім мен әрине үйде болғасын, үйдегі жұмыс бітпейді. Үйде отырған қыздар мені түсінеді. Қыздар, бүгін бізде карантиннің екінші күні. Үйден шығып жатқан жоқпыз. Қазір бір нәрсеге шығуымыз керек болып тұр, ол продукты. Жалпы продукталарымыздың бәрі таусылып жатыр, және де Алматыда бір-екі жилой комплексті уже жауып тастаған, оцепление дейді. Солай болып жатқасын біз үйге өзіміз продукт алып қояйық деп шештік. 1-2 айға өте көп қып. Сондықтан қазір барлық соны көрсетем. Далада не болып жатқанын, карантинде соны да көрсетем. Егер қызық болса, басқа регионда тұрып жатқандарға қызық шығар, Алматыда не болып жатыр деген. Менің өзіме де қызық, өйткені далаға шықпағаныма 1 аптадай болды. Өйткені шығуға өте қорқынышты. Қасыңда қандай адам жүргенін білмейсің, өйткені коронавирус ол ауамен жұғады, сондықтан өте қорқынышты. Қасыңда сенімен сөйлесіп күліп тұрған көршің немесе танысың сондай коронавирус болып шықса, өте аянышты және де өте қорқынышты, былайша айтқанда. Сондықтан қыздар, кеттік, мен сіздерге барлығын көрсетемін. Қызық болса менімен қалыңыздар. Жалпы карантинде не істеп жатырмыз, соның бәрін көрсетеміз. Ал кеттік. Қыздар, кеттік, далаға шығамыз. Қорқамын. Далаға шықтық. Далада адамдарды көрейік. Маскамен жүр ма? 1, 2, 1. Адам саны бұрынға қарағанда аз. Және де көлік саны да аз. Бізде бұдан көп болатын. Сосын адам саны аз. Бүгін жұмыс күні. Бүгін нешінші күн? 5-ші күн ба? Менің карантиннің бүгін 2-ші күні. Адамдар маскасыз жүр. Оцепление болып жатыр. Яғни Алматыны жауып жатыр. Сонда адамдарда ешқандай паника жоқ. Қарасаңыздар. Қараңыздар көшеде. Бұл жұмыс күні, былайша айтқанда. Бүгін көбісі маскамен, көбісі маскасыз. Адам саны өте аз. Ал енді кеттік. Қазір супермаркетте не болып жатқанын көрсетем. Ажиотаж бар ма, жоқ па? Көбісі айтып жатыр ғой, ажиотаж деп. Мен оған сенбеймін, бірақ көбісін көрдіңіздер ғой. Ешқандай маскасыз жүр. Ол дұрыс емес. Мен сияқты болып жүрдіңіздер, қараңыздар. Сәлем. Вроде ешқандай ажиотаж жоқ. Морозинке орын жоқ шығар. Біздің пока алған, енді кірдік. Қазір қатты ажиотаж жоқ сияқты, бірақ. Ал қыздар, қараңыздар. Мына сұмдықты. Білмеймін, мүмкін сіздер күнде осындай айлық алғанда, айдың басында осылай тамақ алатын шығарсыздар. Бірақ біз бұлай алмаймыз. Біз тек 1-2 деп осы жолы бір айға алып қойдық. 1,5 айға қанша жетеді, сонша сіздерге айтып отырамын. Мына жақта тағы да бар. Мына жақта картошка. 2 пакет емес, ана кіреберісте бізде тағы 2 пакет. Картошкадан өте көп алдым, өткен тағамдардың көбісі біз картошкамен жасаймыз. Және де мына жақта жуа бар. Далаға барып ойнайтын түгіміз ондай жоқ. Қазір тек үйде отырып көп тамақ желінеді, сондықтан банан алдым. Мен ойымша ол бұзылмау керек. Мына соктар балаларға бәрі. Мынау алель, көбінесе алель аламыз біз. Алматинский өте жақсы тауықтары. Және де сыр, қант таусылып қалған үйде.
Және де жұмыртқа 2 лист алдым, өйткені 20-дан осы жақсы скидка болып тұр екен. Қыздар көбінесе продукт алатын кезде скидкамен алыңыздар, өйткені қазір деген бағалар өте, доллардың үлкеюіне байланысты өте ұшып кетті. Мынандай балаларға завтрак алдым, мұны күйеуім алды, мен ондайды ұнатпаймын. Мынау лейс бұл чипсы, бұл күйеуіме өзіне маған керек деді. Мына арақ, әрине біз арақ ішетін жанұя емеспіз. Бұл тек неге алдым, дезинфекцияға, үйді жуған кезде, сүрткен кезде сүртем қолды, бір жаққа далаға шығып қайтсақ қолды жуу үшін спрейларға қазір көрсетемін, сіздерге құйып қоям арақтарды. Сонымен жақсы көмектеседі. Жаңағы антисептиктерді қымбатқа сатып алғанша осыны арақ алып, оны құйып, жалпы көпке жетеді. Мұның қыздарымны мына жерде мындай дрожждар алдым. Негізі дрожж жасаған зиян, нан жасаған, бірақ қазір егер ондай далаға шығармай жатса, бізді үйден Алматыда сондай жағдайлар болып жатса, тек үйде отырасыздар десе, қазір далаға шығуға болады ғой. Сол кезде мен ұн алып қойдым, ұнмен өзім нан көмем деген ойым бар. Сондықтан дрожждан 2 пачка алып қойдым. Солай қыздар, қазір тағы да көрсетем не алғанымызды. Тағы ең соңғы алғанымыз осы. Мен күріш және палау жасағанда баракатты алған жақсы көрем. Және де осындай гречка 3 килограмм, және де ұн. Ұн неше келі? Қазір қараймыз. 10 килограммдық ұн. Екеу 20 келі, сонда баракат 25 келі. Мына 3 келіден 6 келі. Солай алдық қыздар, енді барлығына жетеді деген ойдамыз. Және де 2 пачка памперс алдым, далаға мүлде шықпас үшін. Өйткені біздің Алматыда күн сайын көбейіп жатыр ауыратын адамдар. Жалпы бір жақтан келген адамдар емес, кәдімгі қарапайым адамдар да ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл өте керек нәрсе деймін. Бұл нәрселер ал қыздар, жаңағы мен сіздерге алған продуктылардың бәрін видеосын былай алдында қойған болармын сіздерге. Мен карантин туралы неге түсіріп отырмын бұл видеоны, өйткені сіздер көбінесе видеоларда неше түрлі Инстаграмда, Ютубта көп видеолардан көріп жүрген шығарсыздар. Магазиндерде полкалардың бәрі пустой, ештеме жоқ деген видеолар көргеннен кейін, сол шын ба өтірік па, мен өзім соны түсінгім келді. Өзім көзіммен көргім келді. Ешқандай ондай паника, ешқандай жоқ. Адамдардың бәрі бұрынғыдай. Сол біздің Алматыда тұратын адамдар басқа қалаларда да бар ғой, білем ғой. Оның филиалдары Магнум үлкен супермаркетінде ешқандай ажиотаж жоқ. Адамдардың бәрі алып жатыр. Тек бір айтатыным, ол жаңағы картошка немесе жуа, басқа сол жақтарда шамалы адамдар көп, басқа бөлімдерге қарағанда. Басқа жер бәрі солай, ешқандай ажиотаж ондай жоқ. Біздің Инстаграмда немесе ютубтарда пустой полкалар, адамдардың бәрі қырылып жатқан. Ондай нәрселер жоқ. Олған өте қуанышты болдым, өйткені ондайдың болғанында қажет жоқ. Елімізде ешқашан сондай паника болып адамдар көтерілгенін өте қаламаймын. Сосын қыздар, мен сіздерге айтатыным, жалпы коронавирус, ол мен өзім жалпы каналым медициналық болғандықтан, коронавирустан қалай, жалпы вирустан қалай қорғанамыз. Жалпы әрине өз бас гигиенасын адамдар сақтау керек, ол қолымызды жуу керек. Егер адамдармен сөйлесетін болсаңыздар, туысқандарыңыз болса, туған күндеріңіз болса, осы апрель туысқандарыңыз болса, олардың туған күндері болса, жиналыстар болса, барлығын тоқтатқан жөн. Өйткені бұл кезде ешқандай туысқандарында сөйлесуге немесе келіп жатса, жалпы карантин деп барлығын түсіндірген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені кейбіреулер ұялғаннан туған күнге барып немесе сөйлесіп жатады. Ол өте дұрыс емес. Өйткені сіз ауырмасаңыз немесе сіздің туысқаныңыз ауырмаса, ол тек қана жаңағы инфекцияның тасушысы болуы мүмкін. Яғни ол ауырмайды, ешқандай белгілер жоқ, бірақ ол инфекцияны тасып басқа біреулерге беріп жүруге
сондай адам болуы мүмкін. Және де далаға барып келгеннен кейін кез келген жерге далаға 5 минутқа шықсаңыздар да қолыңызды жуасыздар. Мен ертең видео түсіремін қолды дұрыс жуу тәсілін. Көбісі білмейді, қолды былай жуа салады, ол дұрыс емес. Ол дұрыс жуу тәсілін қыздарға сіздерге үйретемін. Және де маскалар жоқ ма аптекалардан. Мен жаңа ғана барып көрдім аптекадан, осы үйдің айналасындағы аптекаларда, одан шама алыс аптекаларда, жаңа супермаркеттің ішіндегі аптекадан сұрасақ, ешқандай маска жоқ дейді. Бір жерден таптық 200 теңгеден. Сіздер өздеріңіз ойлаңыздар, бір семьяның ішінде жанұямызда 5 адам бар. 5 адам мысалы жаңағы аптекадағы 200 теңге 2 сағатқа жарайтын масканы, бір рет қолданатын масканы 200 теңгеден алсақ, қанша бізге маска керек. Сондықтан оны алған жоқ. Біз енді білмеймін, қолдан тиеміз ба, оны ойластырамын өзім. Және де қолды дезинфекция жасайтын гельдер ол да жоқ. Бар жерлерде өте қымбат, 1000 теңгеге дейін жетеді. Ол өте қымбат нәрсе. Сондықтан мен сіздерге ендігі видеода дезинфекция жасауды қалай оңай түрін таптым, соны да видео түсіремін, қыздар. Және де басқа да жаңалықтар болып жатыр. Жақсы жаңалықтар. Біз үйлі болдық. Жалпы біздің үйіміз бар, әрине квартирамыз Алматыда 3 бөлмелі. Одан бөлек біз өзімізге үйлі болдық. Соны үйдің неге көшпей жатырмыз? Өйткені ол үй жалпы қара отделкада, жалпы черновой отделка дейді ғой. Былайша көбісі қазақтардың өзі черновой отделка дейді ғой. Сондай. Оған ремонт жасау керек. Ремонттың бәрін сіздермен бөліскім келеді. Барлық бөлім, мысалы біз кафель алып, немесе ламинат, немесе барлығын әрлейтін кезде барлық этабын сіздермен бірге бөліскім келеді. Барлығын бөлісіп, бағасын қанша қалып жатырмыз, барлығын онлайн түрде болады. Жалпы мен ютубқа барын жүктеп отырамын. Ол неге? Біріншіден, мен естелік болып осы өткені үйге біз көп не үшін алдық, қалай жас семьяға үй алуға болады, жалпы біз қалай алдық, бәрін сіздерге басқа видеода айтып беремін. Бұл коронавирус туралы видео, жалпы карантинді қалай өткізіп жатыр, сол туралы видео. Оны араластырмай қойын, бірақ қысқаша айтқанда, қыздар, мен сіздерге үйді қалай алдық, жалпы жас семьяға қалай үйлі болуға болады деген видео керек болса, мен сіздерге түсіремін, қыздар. Ондай видео егер керек деп айтсаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Және де ремонт туралы видеолар болады. Мен өткені өзім ютубта қазір 6 ай болды. Алғанымызға 2 ай болды, бірақ оны аламыз деп ойлап жүрген кезде 6 ай болды. Ютубтағы барлық дизайнерлерге, барлық дизайн туралы видеолардың бәрін көріп тастаған шығармын. Ремонт туралы видеолар, маған мұндай видеолар өте ұнайды. Өйткені ол көп адамдар өзінің қателіктері арқылы сіздің қателіктерін болмас үшін көп нәрсе ақылдар айтады. Мысалы, мен осы квартирамда ремонт жасаған кезде, пәтерімде жасаған кезде көп қателіктер кетті, көп шығындар болды, артық шығын. Соны болдырмас үшін қазір барлығын алдын ала есептеп қойған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан сондай видеолар шығарды. Ондай видеолар көбісі адамдарға ұнайтынын білем. Ремонт туралы видеолар, қалай күннен күнге қап-қара бетондық қабырғалардың бәрі жақсарып, ағарып, әдем болып жатқаны, барлығын сіздерге этаптарын көрсетуге тырысам. Ремонтым шамалы тоқтап қалды карантинге бойынша. Өйткені карантин кезінде ешқандай Алматыда әсіресе жұмыстар жүруге болмайды, ешқандай барлық жерді тоқтап тастады. Сондықтан қыздар шамалы күте тұру керек болады ремонтты. Және де сондай жаңалықтар, қыздар, карантинде отырған видеоларымыз туралы тағы да видеолар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Және де мен инстаграм бар, Гүлім Маратқызы, сол жақта көбінесе тез суреттер болады, тез посттар болады. Барлық қазір не болып жатыр, соның барлығын инстаграмға салу оңай, бұяқта видео монтаж жасау керек. Соған тез болғандықтан Гүлім Маратқызы деген инстаграмға тіркеліңіздер. Мен сіздерді сонда күтемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.